Ассаламуалейкум, құрметті шахматистер. Сіздерге бүгінгі сабағымызда шахмат ойыны барысындағы ауыр фигуралардың ойынға ерте шыққандағы қателіктерін көрсетемін. Ауыр фигуралар дегеніміз қандай фигуралар? Олар бізде ферзі және де екі ладья. Бұны ауыр фигура деп айтамыз. Неге? Ойынның соңғы моменті кезінде корольмен жалғыз қалған кезде ладья ферзімен егер жалғыз қалатын болсақ, сол кезде мат қоя аламыз. Ал егер корольмен тек слон болса, мат қоя алмаймыз. Корольмен ат болса, мат қоя алмаймыз. Және де корольмен екі ат қалатын болса, ол кезде де мат қоя алмаймыз. Сол себепті бізге ауыр фигура деп осы ферзь мен ладьяны алады екенбіз. Ал осы ладья мен ферзінің ойынның басында бірденен фигуралар орнығып шықпай жатып, ойынға қосылған кезде қандай қателік жасайды? Яғни соны көрсетейік. Е2, Е4-ке бірінші жүріс жүрдік. Е2-ден Е4-ке жүрдік, иә? Ал келесі қарсы жүрісімізде бізге ол да сол орталық центр алаңдағы шабуылымызды бастадық. Ал бізде көп адамдар балалар маты дейді, яғни детский мат деп айтады, бізде оны қолданыстап жүрген. Сол себепті мына ферзіні алып барып H5-ке қояды. Бұл не? Бұл қате жүріс негізінен. Бірақ бізде сұрақ белгісі. Мына сұрақ белгісі және де леп белгісі. Леп белгісі деген былай ойландыратын жүріс. Егер бұл қарсы адам мықты ойнамайтын болса, ол жүрісті мән бермей ошибка қателік жасау мүмкін. Мынаны жүру мүмкін. Осын жүрген кезде былай қарай шақ беріп, ладьяны ұтуымыз мүмкін. Сол себепті бұл қарсы егер ойыншы ойынды жақсы білетін болса, позицияларды жақсы меңгеретін болса, бұл жерде мына пешканы қорғау арқылы келесі жүрістерді жасайды. Ол дұрыс. Енді бұл жерде ең ескеретін нәрсе, қараңыздар. Ең күшті жүріс қандай жүріс? Жарайды, мынаны қорғадым. Мақұл, бұл қарапайым жүріс. Бұл қорғану тактикасы. Мынаны атпен қорғадым. Ол да қорғану тактикасы. Ферзіні мұнда қойдым. Ол да қорғану. Ферзіні мұнда қойсам, ол да қорғану. Ал енді бір сәт ойланып қараңыздар. Бұл жерде ең күшті жүріс біз өзімізге керекті шабуылымызды жасау үшін, фигураларымызды орнықты орындарына орналастыру үшін біз пешканы құрбандыққа шалады екенбіз. Яғни пешканы қалай құрбандыққа шаламыз? Біз атпен ферзіге атака жасаймыз. Осы шабуылымыз кезінде, ал ферзімен мына пешканы біз тастап кеттік. Осы пешканы жеген кезінде бізге корольге шақ болады. Біздің біріншіден бір фигурамыз ойынға қосылды. Екінші, мынаны қорғаған болдық. Және екінші фигурамыз ойынға қосылды. Сол аралықта бізде қысқа жаққа рокировка жасауға мүмкіндік ашылды корольге. Ал енді келесі жүрісте слон С4-ке жүрсін. Неге? Корольге тағы да шабуыл жасауға қарай әрекет жасады. Ал енді қараңыздар. Бұл жерде қандай қолданыстар жасасақ болады? Егер мынаны рокировка жасасақ, келесі жүрісте былай жасап, атаканы былай қарай берсек болады. Бұл бір вариант. Екінші жүрісімізде қараңыздар. Мына ауыр фигурамыз орталық алаңға орналасып алды. Және де мынаяқтағы слон, ат, ладья ешқайсы ашық емес, король бір жаққа қарай ығысқан жоқ. Демек, біз центрге шабуыл жасау арқылы бірте-бірте, яғни фигураларды орнымен орналастырып, біз фигураларымызды шығару арқылы, бірақ тоқтаусыз шабуыл арқылы біз қарсы ақтардың мынау несін ауыр фигурасын пайдаланып, біз ойынның ойынында басымдылыққа ие боламыз. Атты шығардық. Ферзі қайда қашады? Ферзіге шабуыл түсті. Ферзі былай қашамайды. Егер мына жаққа қашатын болса, мына пешканы тастап кетеді. Бұл пешканы атпен жейміз. Біз жаңа бір пешканы құрбандыққа шалдық, бірақ бір пешканы тастау арқылы, құрбандыққа шалу арқылы біз шабуыл бастап кеттік. Бұл ферзі мұнда қашады. Дұрыс па? Дұрыс. Енді шабуылды былай өрбітсек. Келесіде бұл мынаны жесе, біз атпен жесек, біздің қанша фигурамыз ойынға қосылды? Және де короліміз бізге қысқа жаққа рокировка жасауға мүмкіндік ашылып жатыр. Ал оның егер мына жерде қазір
слонды қорғайды, немесе мынаны жейді. Мынаны жегеннің өзінде бізде ферзь ойынға қосылды. Енді бізде слонымыз ойында, атымыз ойында, мына слонымыз ойында, ферзіміз ойынға кірді, король рокировка жасайды, ладья орталық алаңға шығады. Мына жақта қарада барлық фигура ойынға қосылды. Ал ақтарда ше, ақтарда мына фигуралар орында, мына фигуралар орында, тек ферзь ғана ойынға қосылып тұр. Король орталық алаңда, орталық ашық. Ойынның осындай ауыр фигураны қолдану арқылы ойынның барысында ертерек ойынға ауыр фигураларды қолданатын болсақ, осындай қателіктер орын алуы мүмкін екен. Демек, бұндай жүрістерді жүрмес үшін ойынның барысында біз не істейміз? Ауыр фигураларды соңынан шығарамыз. Жеңіл фигуралар деп айтатынымыз слон, ат, осындай фигураларды және де пешкаларды орындарына орнықтыру арқылы сосын соңынан барып ауыр фигураларды қолданады екенбіз. Бүгінгі сабағымыз осы. Келесі сабақтарымызда сіздерге ойындағы тактикаларды қолдануды үйретеміз.